Саламатсыздар ма, қымбатты ұстаздар және менің сүйікті оқушыларым. Менің есімім Ақбердиева Раушан Набиқызы. Мен Зерде мектеп гимназиясында көркем еңбек пәнінен 1 мен 9 сыныптар арасында сабақ беремін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз су астындағы тіршілік, судағы бейнелер. Осы тақырыпқа байланысты біз 3-ші сынып бойынша 4-ші тоқсандағы бізге керекті сабақтарды өтіп кетеміз. Бірінші сыныптарында түрлі материалдарды жалғастыра, үйлестіре отырып, дәлдікке қол жеткізу, су асты мекендеушілердің модельдерін жасауды үйрену, және қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, материалдармен тәжірибе жасау, оларды шығармашылық жұмыста қолдана білу. Енді бұл жерде оқушылардың міндетінде тірек сөздер бар. Су, су айдыны, судың пішіні, жауын-шашын, қар, бұршақ, су, адамның тірегі су, тіршілік көзі, табиғаттағы су айналымы. Меандр ежелгі гректің суды бейнелетін өрнегі бітпес ою дейді. Талқылауға арналған сұрақтар мен оған берілетін жауаптарда бірінші судың адам өміріндегі маңызы қандай? Бұл жерде жауап судың адам өміріндегі маңызы зор. Сумен үйді тазалап, кір жуамыз. Сусыз тамақ пісіре алмаймыз. Адам күніне 2 литрдей су ішеді. Екінші, өздерің білетін су айдындарын атаңдар. Жауап бұл жерде балалар: мұхит, теңіз, өзен, көл. Үшінші, елімізде қандай өзендер бар? Сырдария, Ертіс, Есіл, Тобыл, Іле, Шу және тағы басқа. Төртінші, судың қандай күйлері бар? Жауап бұл су, сұйық, қатты, мұз, қар, бу тәрізді, шәйнектің буы, бұлыт болып келеді. Бесінші сұрағымыз: ежелгі гректің меандр өрнегі нені білдіреді? Жауабымыз: меандр өзеннің иірімді жағалауы мен оның ағысын білдіреді. Алтыншы, қазақтың бітпес өрнегімен нені әшекейлейді? Біздің жауабымыз: бұл өрнек түрмен қолөнер бұйымдарын кілем, текемет, сырмақты, киім-кешек пен ыдыстарды әшекейлеуге болады екен. Енді оқушыларменен қарап отырсақ, судың адам өміріндегі маңызын, суды бейнелетін өрнектерді білдік балалар. Және табиғи материалдарды көркем бейнеге айналдырып, стилизация деген нәрсені үйренеміз. Бұл жерде балалар, адам сусыз бір күнде өмір сүре алмайды. Және адамға су не үшін керек екенін атап шығайыншы. Адамға су қажет болғандықтан оны қастерлей білу керек. Және сусыз қиын соғатыны белгілі. Және сусыз пайдалануға болмайтын бояуларды атауды сұраймыз. Мысалға алатын болсақ, акварель, гуаш. Мысалға, гуаш суды жақсы көрмейді, акварель бояуы суды өте жақсы көреді екен. Сабақтың барысында судың адам өміріндегі маңызына тоқталғым келеді. Және бұл су тіршілігі көз дегенде, су тіршіліктің көзі ол. Осы тіркесті қалай түсіндіре аласыздар балалар? Және судың қандай күйде болатынын, олар әртүрлі халықтардың өрнектеріндегі судың бейнелерін жасап көрсете алады. Мысалға алатын болсақ балалар, жиекті өрнекте біз толқын өрнегінде судың толқынды түрін көрсетіп кетеміз. Енді балалар, бізде сабаққа арналған деректі материалдарда балалар Каспий итбалығын, Каспий теңізінің эндемигін, ол Қазақстандағы жалғыз теңіз сүтқоректісі болып саналатындықтан. Және бұл Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген итбалықтар саны қысқаруының негізгі факторы судың ластануына байланысты. Теңіз жануарларының қозғалысы, теңіз жұлдыздары артық қармауыштарын сермей отырып, симметриялы түрде қысқаратын алдыңғы 2 қармаушымен алға жылжиды. Олар бір қармаушыменен керілген кезде қалғандарының бәрі бүйір қармауыштарына айналады. Бүйірлік қармауыштар ескек рөлін атқарып, топырақты жылуына көмектеседі. Қозғалыс бағытын өзгерту үшін теңіз жұлдыздары басқа қармауыштармен қозғала бастайды. Енді киттерді алайықшы балалар. Мына киттің суретін көріп отырсыздар. Киттер балықтардың сүйір денелеріне ұқсас, ұршық тәріздес денеге ие. Жүзбе қанаты, ескек аяқтар қалақ секілді. Құйрығының ұшындағы жүзбе қанат басқа 2 көлденең қалақтан тұрады. Олар тұрақтандырғыш рөлін атқарады және толқын тәріздес тік қозғалыстарының арқасында алға қозғалуды қамтамасыз етеді. Ал енді балалар, атбас балық тік күйде жүзеді. Жоғары төмен жүзуі
торсылдақтарының көлемі өзгеру есебінен жүзеге асып отырады. Суретшіде теңіз жануарларының кеудесінің, ескек аяғының, жүзбек қанаттарының, құйрығының қалпын бейнелеу арқылы олардың қозғалысын береді. Сондай-ақ жануардың жанында судың қозғалысын көрсетуге болады. Балалар, бұл жерде сабаққа байланысты менің кішкене ескертіп кеткім келеді. Тапсырма берген кезінде осы алған білімдеріңді жұмыс кезінде қолданып кетуге болады. Бұл жерде біз айттық, образ деген, наброски деген нәрселеді. Балықты салу кезінде судағы бейнелер дегенде өзінің мынандай бір өте жеңіл тәсілі болады. Практика жүзінде мен сіздерге көрсетіп кетейін қазір. Балықты істеген кезімізде біз сызықтарменен беру дедік. Сызықты беру тәсілі кезінде балықтардың бірнеше түрі болады дедік балалар. Бұл жерде біз дөңес сызықтарды қолданып кетеміз. Көлемді сызықтарды істейтініңіз болсаңыз, бір-бірімен айқастырып кетесіздер. Алдыменен құйрығын, сосын басын, аузын, көзін, арғарата балықтың денесіндегі дөңес сызықтарменен қабыршақтарын көрсетуіңізге болады екенмін. Өте оңай. Бұл жерде мысалға балықтың құйрығын, қанаттарын және судың толқынды сызықтарын көрсетіп кетуге болады. Сызықтарда егер біз қарап отырмыз, сызықтарменен біз балықты өте сызықтарды қатты көтеруге мынандай тобымен жүретін балықтар кетуге болады. Сіздер бір нәрсенің қайтадан қайталанып келуін балалар, біз айттық ритм дедік. Мына жерде тобымен жүретін балықтардың көлемін осындай сызықтармен, айқастыру сызықтармен көрсетіп кетеміз. Және бірнеше еліп салған кезде бұл жерде пәндік термин ритм деген нәрсені өтеміз. Бір бейненің бірнеше қайталанып келуі ритмдік қозғалыс. Бұл ритм деген сөз музыка пәнінде кездеседі, және ритм, ырғақ деген сөз бейнелеу пәнінде де кездесіп кетеді екен. Ал енді балалар сабақты осылай практика жүзінде балықты салу тәсілін көрсете отырып, сіздерменен ары қарай сабақты жалғастырып кеткім келеді. Мына жерде сіздер презентацияда бірнеше балықтардың образдарын көріп отырсыздар. Бұл жерде тек қана графикада сызықтармен салу. Бұл сіздерге көмек ретінде халықта айтады ғой, бірнеше айтқанша бір рет көзбен көрген дұрыс деп. Осы жұмысты практика жүзінде қолданып кетулеріңізге болады. Мен шәкірттеріме айтқым келеді, сен білесің бе, Айдардағы тапсырма су қоймаларында немесе теңіз жануарлары жайлы біліміңді кеңейтеді. Каспий теңізі суларында тіршілік ететін Каспий итбалығымен танысуға болады екен. Енді балалар ойлана келе суасты жануарлардың қозғалу тәсілдері жайлы осы тақырып бойынша білімдеріңізді бағыттай отырып, тапсырма осы жерде мысалға сызықтармен қалай жұмыс істеу керек екен. Біз дөңес сызықтар дедік мысалға, ырғақты сызықтар, толқынды сызықтар дедік, иректі сызықтар дедік. Осы сызықтар арқылы біз жануардың көлемін беруімізге болады екен. Мына жерде суасты мекендеушілердің бір сарымен қозғалуы, кейде кілт бұрылыстар жасауы, олардың жүзбек қанаты, құйрығы, кейбірі қармауыштарының арқасында қозғалады. Балықтардың суда қалай қозғалатынын көріп, оқушылардың қол буынының қозғалысымен, суасты мекендеушілердің қозғалысын, буынның біркелкі қозғалысын, китті, саусақтарын бүгіп, серпілмен ашып, медузаны, үстелдің үстінде саусақтарын кезекпен қоя отырып, ар жаққа жылжитын теңіз жұлдыздарын көрсетуге болады балалар. Енді суасты мекендеушілердің сан алуан қозғалыс тәсілдерімен таныса отырып балалар, суасты мекендеушілердің қалай қозғалатынын шағын бейнероликтерде пайдалануға болады. Кейбір оқушылар мысалға жануарлардың қозғалысы жайлы ақпарат алған кезде өз беттерінше наброскалар салғысы келеді. Дельфин, теңіз тасбақасы, сегіз аяқ, мына жерде сіздер бірнеше теңіз асты жануарларын көріп отырсыздар. Осы қозғалу тәсілдері кезінде оның құйрығының, жүзбек қанатының қозғалысын, денесінің июі, жануардың судағы жатысы, сондай-ақ жануардың айналасындағы судың қозғалысы, осындай қимыл қозғалыстарды балалар біз ракурс деп айтамыз, осы көрсетуге тырысу керек.
Енді балалар, сабақта бізде зерттеу деген бар. Сурет бойынша түрлі материалдар мен суасты мекендеушілердің қозғалыс тәсілдерін сала бастаймыз балалар. Кез келген суасты мекендеушілердің моделін жасап көруге болады. Ол үшін өзіңе ұнаған жануарларды таңдайсың, материалдарды айқындайсың, бөлшектерді өзара жалға болатынын және дайын үлгіні қалай бекіту керектігін жөнінде ойланып көру керек. Енді сабақтың қауіпсіздік ерекшесі бұл жерде кесу, қию құралдарымен, материалдармен жұмыс істеген кезде қауіпсіздік ерекшелігінің сақталуына назар аударуымыз керек. Бұл жерде біз балалар мысалға бейнелеудің бірнеше саласымен жұмыс істеуімізге болады. Витражбен, сосын мына 3D дейді, 2D, сондай көлемді түрде рельефті мысалға мүсіндеумен, графикамен бірнеше салада жұмыс жасауымызға болады. Мына жұмысты аяқтай келе бағалау мүмкіндіктері кезінде жұмысты аяқтаған соң модельдеріңді іліп қоямыз. Осы модельдерді бірге қарастыра отырып бағалаймыз. Дайын модельдердің көмегімен қозғалысты көрсетуге болады. Мысалға, мына ауа ағынын тудырып, үлгілер суда қозғалыс көрінісін беріп, тербеле бастайды. Содан кейін мына қозғалыс ерекшелігін берген кезімізде қолымыздан келген жұмыстарды, материалдарды таңдап, қаншалысы сәтті шықты, аяқталған жұмыстарымызды осы жұмыстармен бірге істей отырып, біз ата-аналарымызға, біздің шәкірттерімізге, біздің балаларымызға сұрап, оның түрі қандай болуы мүмкін, неліктен, осы сабақ болған кезде осы материалдарды дұрыс қолдандың ба? Өзіңді жұмысыңды ұйымдастырып, су асты әлеміне байланысты бала, судағы бейнелерді сала отырып, өзіңнің көрмеңді жасап, осы бірнеше материалдармен жұмыс істеуіне болады. Мысалға алсақ, жаңа тәсілдер үлгісі кезінде, или ермек сазбен, және мына қамырдан орындалған бірнеше нысандарды істеуге болады. Моншақтармен, түймелермен, аралас техникамен, коллажбен, витражбен осындай көркемдік материалды араластыра отырып қолдануға болады. Енді осы тақырыпты аяқтай келе судағы бейнелер, біз осы тақырыпқа байланысты 10 тест құрдық. Ол әрбір сұрақта 5 жауап бар, сол жауаптың біреуі дұрыс. Бұл тесттерді сіз білген нүкте академиясында өз біліміңізді көруіңізге болады, және тек қана өзіңіз емес, өз жанұяңызбен отырып, бірге салыстырып, біліміңізді ары қарай жетілдіріп кетуге болады. Істеріңізге тек қана сәттілік тілеймін.